Сәлем достар, бұл Қазақ Storytime. Біз бастаймыз. Барлығына сәлем. Бүгін мен тұрмысқа шықтым, бірақ бір жамандықты сезініп тұрмын. Пролог темір есіктің артындағы құпия. Деректі хроникадан үзінді, көршілері оны өте сыпайы, білімді әрі ауқатты адам ретінде танитын. Оның зәулім үйінің ауласы әрқашан тап-таза, гүлдері жайқалып тұратын. Ол қалалық қайырымдылық қорларына ақша аударып, жетім балаларға көмектесетін. Ешкім, тіпті ең жақын деген адамдары да оның 3 метрлік дуалы мен қалың кілем төселген үйінің астындағы қараңғы жертөледе не болып жатқанын сезген жоқ. Ол қорғансыз, жалғызбасты қыздарды таңдайтын. Ол оларға ертегідей өмір сыйлап, артынша сол өмірді нағыз тозаққа айналдыратын. Тергеушілер бұл жертөлені ашқан кезде ең тәжірибелі полиция қызметкерлерінің өздері жағаларын ұстады. Жалғыздықтың емі. Арайлым 24 жаста еді. Ол Алматы қаласындағы үлкен баспагерлік компанияда кітап иллюстраторы, суретші болып жұмыс істейтін. Оның өмірі тыныш, тіпті іш пыстырарлықтай бір қалыпты өтіп жатты. Арайлым кішкентай кезінде жол апатынан ата-анасынан айырылып, әжесінің қолында өскен болатын. Ал әжесі 2 жыл бұрын қайтыс болып, қыз бұл үлкен әлемде мүлдем жалғыз қалды. Оның жақын құрбылары да көп емес еді, тек жұмыстағы 1-2 әріптесімен ғана кофе ішіп тұратын. Ол өз әлеміне қамалған, кітаптар мен суреттердің ішінде өмір сүретін, махаббат туралы тек романдардан оқып білетін нәзік жан болатын. Бір күні жаңбырлы күз кешінде Арайлым жұмыстан қайтып келе жатып, аялдамада суға малшынып тұрды. Оның қол шатырын жел ұшырып сындырып кеткен еді. Дәл осы кезде оның жанына қап-қара, қымбат Mercedes көлігі келіп тоқтады. Көліктің терезесі түсіріліп, ішінен жылы жүзді, жанары мейірімге толы 30 жастар шамасындағы ер адам қарады. Қарындас, мынандай жауынның астында тұру қауіпті. Тұмау тиіп қалады. Рұқсат етсеңіз, сізді үйіңізге дейін жеткізіп салайын, деді ол қоңыр, жағымды дауыспен. Арайлым басында тартыншақтап бас тартпақ болды. Бірақ ер адамның көзіндегі сенімділік пен сыпайылық оны сиқырлап алғандай еді. Ол көлікке отырды. Бұл Рүстем еді. Жол бойы екеуі әңгімелесіп кетті. Рүстем өзін сәулетші, архитектор ретінде таныстырды. Ол өте білімді, сөзге шешен, өнерден хабары бар адам болып шықты. Ол Арайлымның суретші екенін естігенде, оның жұмыстарына қатты қызығушылық танытты. Үйіне жеткенде Рүстем оған өзінің визиткасын беріп, сіздей талантты қызбен танысқаныма өте қуаныштымын. Егер қарсы болмасаңыз, ертең сізді кешкі асқа шақырсам ба деп едім, деді. Арайлымның жүрегі атқақтап соқты. Оның өмірінде мұндай сымбатты, ауқатты және өзін өте мәдениетті ұстайтын ер адам бұрын-соңды болмаған еді. Ол келісті. Сол күннен бастап Арайлымның өмірі шынайы ертегіге айналды. Қақпанның құрылуы. Рүстем нағыз романтик болып шықты. Ол Арайлымның жұмысына күн сайын үлкен гүл шоқтарын жіберетін. Оны қаланың ең қымбат мейрамханаларына апарып, театрдағы премьераларға билеттер әперетін. Ол Арайлымның әрбір сөзін аузына қарап тыңдап, оның мұңында, қуанышында бөлісуге дайын тұратын. Сен менің өмірімдегі ең жарық сәулесің, Арайлым, дейтін Рүстем оның көзіне қарап, қолын сүйіп. Мен бұрын соңды ешкімді дәл осылай сүйіп көрмеген шығармын. Сенің тазалығың, сенің нәзіктігің мені ессіз етеді. 2 айдың ішінде Рүстем Арайлымның бүкіл өмірін жаулап алды. Бірақ бұл махаббат шабуылының, love bombing артында көзге көрінбейтін, өте нәзік психологиялық манипуляция жатқан еді. Бірте-бірте Рүстем оны сыртқы әлемнен оқшаулай бастады. Басында ол Арайлымның жұмыстан шығуын өтінді. Жаным, сенің талантың мына кішкентай кеңседе өшіп барады. Үйде отырып өз шедеврлеріңді сал. Мен сені толық қамтамасыз етемін. Саған ақша уайымдаудың қажеті жоқ, деді ол. Арайлым бұған қуана келісті. Содан кейін ол Арайлымның құрбыларымен араласуына шектеу қоя бастады. Тікелей тыйым салмаса да, құрбылармен кездеспек болған күндері Рүстем, жаным, мен бүгін екеумізге арнап керемет тосынсый дайындап қойған едім. Бәлкім құрбылармен басқа күні кездесерсің, немесе сенің құрбың саған жаман әсер етеді. Ол біздің бақытымызды қызғанады деп оның санасына күмән ұялататын. Арайлым ешқандай қауіпті сезбеді.
Ол Рүстемнің қамқорлығына толығымен еріп, оған тәуелді болып қалған еді. Оның ойынша, бұл нағыз қамқорлық еркектің өз әйелін қорғауы болатын. Танысқандарына жарты жыл болғанда, Рүстем тау бөктеріндегі қымбат мейрамханада бүкіл залды жалға алып, Арайлымның алдында тізе бүгіп гауһар тасы бар сақина ұсынды. Менің әйелім болшы. Мен сені әлемдегі ең бақытты ханшайым етемін. Мен саған жұмақ сыйлаймын, деді ол. Арайлым қуаныштан көз жасын төгіп, иә деп жауап берді. Алтын тордың есігінің ашылуы. Үйлену тойы өте жабық өтті. Рүстем, мен шулы тойларды жек көремін. Бұл тек екеуміздің ғана мерекеміз болуы керек деп, шетелдегі аралға немесе үлкен тойханаға емес, қала сыртындағы өзінің жаңадан салынған зәулім 3 қабатты коттеджінде шағын кеш ұйымдастырды. Тойға Рүстемнің ешбір туысы келмеді. Ол, менің ата-анам ерте қайтыс болған, ал туыстарыммен араласпаймын. Олар тек ақшамды ғана керек етеді деп түсіндірген. Арайлымның да шақыратын ешкімі жоқ еді. Тек неке қию рәсіміне келген мемлекеттік қызметкер мен 2 куәгер, Рүстемнің қарамағында жұмыс істейтін жігіттер ғана қатысты. Арайлым аппақ қардай келіншек көйлегін киіп, айнаның алдында тұрғанда өзін әлемдегі ең бақытты әйелдей сезінді. Рүстем смокинг киген, мінсіз, сымбатты. Оның көздерінен махаббат оты көрініп тұрды. Бірақ сол көздердің түкпірінде қандай да бір жыртқыштық, түсініксіз салқындық бар екенін Арайлым байқамады. Немесе байқағысы келмеді. Рәсім аяқталып, куәгерлер кеткен соң, екеуі үлкен коттеджде жалғыз қалды. Терезе сыртында түн батып, күздің суық желі соғып тұр еді. Үйдің іші жылы, каминде от жанып тұр. Рүстем 2 бокалға қымбат шампан құйды. Ол Арайлымға жақындап бокалды ұсынды. Біздің жаңа өміріміз үшін, жаным. Бұл балайымыздың бастамасы. Сен енді меніксің. Толығымен мәңгілікке, деді ол бокалдарды соғыстырып. Оның даусында әдеттегі жұмсақтық емес, қандай да бір үстемдік бұйрық бар еді. Арайлым шампанды ішті. Шараптың дәмі сәл қышқылдау көрінді, бірақ ол мән бермеді. Рахмет саған, Рүстем, мен сені қатты сүйемін, деді ол жымиып. Бірақ арада 10 минут өтпей жатып, Арайлымның басы айнала бастады. Оның аяқ қолынан әл кетіп, бөлмедегі заттар қосарланып көрінді. Ол диванға құлап түсе жаздады. Рүстем, басым. Мен өзімді жайсыз сезініп тұрмын, деп күбірледі ол, қолындағы бокалы жерге түсіп шыңылдап сынып қалды. Рүстем орнынан қозғалған жоқ. Ол каминнің жанында тұрып, шампанын асықпай ішіп, Арайлымның қалай әлсіреп жатқанын суыққандылықпен бақылап тұрды. Оның бетіндегі мейірімді ханзаданың маскасы сыдырылып түсіп, орнына тас мүсіндей қатыгез, жансыз жыртқыштың бейнесі шықты. Неге маған көмектеспейсің? Рүстем. Арайлымның дауысы үзіліп шықты. Оның көздері жұмыла бастады. Рүстем оның қасына келіп шашынан сипат. Уайымдама, менің кішкентай құсым. Қазір бәрі өтеді. Мен саған жұмақ сыйлаймын, дедім ғой. Бірақ менің жұмағыма кіру үшін сен алдымен тозақтан өтуің керек. Бұл Арайлымның есін жоғалтпас бұрын естіген соңғы сөзі еді. Оның санасы қараңғылыққа батып кетті. Аппақ көйлекті, періштедей таза келіншектің ертегісі осы жерден аяқталып, нағыз сұмдық басталды. Қараңғылықтағы ояну. Арайлым есін жиғанда, ең бірінші сезінгені жан түршігерлік суық пен дымқыл ауа болды. Оның басы солқылдап ауырып, аузы құрғап кеткен. Көзін ашуға тырысты, бірақ айнала тас түнек, көзге түртсе көргісіз қараңғылық. Ол орнынан тұрмақшы болды. Бірақ оның оң аяғы қатты бірдеңеге тірелді. Сосын темірдің сылдырлаған дауысы естілді. Сылдыр. Сылдыр. Ол қолымен аяғын сипады. Оның тобығына жуан, ауыр темір шынжыр байланған екен. Ал шынжырдың екінші ұшы қабырғаға мықтап бекітіліпті. Оның үстіндегі әдемі ақ көйлегі шешіліп, орнына сұр түсті, қапқа ұқсас ескі көйлек кигізілген. Рүстем. Рүстем, сен қайдасың? Көмектесіңдер, деп жанұшыра айқайлады Арайлым. Оның дауысы бетон қабырғаларға шағылысып, өзіне қайта оралды. Бұл бөлме емес, терең жер астындағы бункер немесе жертөле екені анық сезілді. Үрей мен паника оның бойын билеп алды.
Ол шынжырды жұлқылап еңіреп жылады. Ол мұны жаман түс деп ойлады. Қазір оянамын. Қазір Рүстем келіп мені оятады, деп өзін өзі жұбатты. Бірақ мұздай бетон еден мен темір шынжырдың суығы бұның шынайы өмір екенін дәлелдеп тұрған еді. Кенеттен төбедегі бұрыштан сары, әлсіз шам жанды. Көз қарықтыратын жарықтан Арайлым көзін қысып қалды. Жарық жанғанда ол өзінің қайда жатқанын көрді. Бұл шамамен 4x4 метрлік 16 шаршы метр, қабырғалары жалаңаш бетоннан құйылған. Терезесі жоқ жертөле еді. Бұрышта темір кереует, оның жанында дәрет сындыратын темір шелек тұр. Және үстінде кішкентай үстел. Бірақ оның назарын аударған бұл емес еді. Үстелдің үстінде бір табақ тамақ пен су толы құмыра тұрды. Ал оның жанында ақ параққа жазылған хат. Арайлым шынжырды сүйрете отырып үстелге жақындады. Оның қолдары дірілдеп хатты алды. Хатта әдемі каллиграфиялық жазумен мынадай сөздер жазылған. Қайырлы таң, менің сүйіктім. Менің патшалығыма қош келдің. Сендердің бәрің бастапқыда түсінбейсіңдер, қарсыласасыңдар, жылайсыңдар. Бірақ уақыт өте келе менің ережелеріме көнесіңдер. Бұл жер сенің жаңа үйің. Сені бұл жерден ешкім де ешқашанда таба алмайды. Өйткені сені іздейтін ешкімің жоқ. Мен бәрін алдын ала ойластырдым. Айтпақшы, қабырғаға қара. Бұл сенің жаңа есімің. Арайлым хатты тастай салып, жан-жағына қарайлап бетон қабырғаға жақындады. Ондағы жазуды көргенде оның жүрегі тоқтап қала жаздады. Оның демі ішіне тартылып көзі шарасынан шықты. Қабырғада қызыл бояумен, немесе қанмен, үлкен етіп мынандай жазу жазылған еді. Әйел 6. Арайлымның миына бұл сөздің мағынасы найзағайдай ұрылды. 6. әйел. Демек, оған дейін бұл жертөледе тағы 5 әйел болған. Олар кімдер? Оларға не болды? Олар қазір қайда? Тірі ме, әлде? Осы сұрақтар оның санасын тіліп өтті. Арайлым тізесін құшақтап бетон еденге отыра кетті де жанұшыра бақырып жіберді. Оның шыңғырған дауысы жертөленің қалың қабырғаларынан асып, сыртқа шықпай, осы қараңғылықтың ішінде жұтылып кетті. Оның бал айы басталды. Тозақ бал айы, қадам дыбысы және психопаттың күлкісі. Арайлымның көз жасы таусылды. Ол мұздай бетон еденде тізесін құшақтап қанша уақыт жатқанын білмеді. Жертөледе, терезеде, сағатта жоқ еді. Мұнда уақыт тоқтап қалғандай. Тек төбедегі сарғыш шамның әлсіз ызыңы мен тобығындағы ауыр темір шынжырдың сылдыры ғана бар. Кенеттен жоғарыдан ауыр қадам дыбыстары естілді. Тап, тап, тап. Дыбыс баспалдақпен төмен түсіп келе жатты. Арайлым селгетіп бұрышқа қарай тығыла түсті. Темір есіктің арғы жағынан кілттің бұралған үні, сосын 3 ауыр ысырманың засып, сатырлап ашылған дауысы шықты. Бұл есікті ішінен бұзып шығу мүлдем мүмкін емес. Ол нағыз банк сейфінің есігіндей қалың болаттан жасалған еді. Есік ашылды. Ішке Рүстем кірді. Оның үстінде қымбат, мінсіз үтіктелген сұр костюм. Шашы ұқыпты таралған, үстінен қымбат парфюмнің иісі мұрнын жарады. Оның қолында күміс поднос, үстінде буы бұрқыраған стейк, қуырылған көкөністер және бір бокал қызыл шарап тұр. Ол Арайлымға жақындап мейрамхана даяшысындай подносты үстелдің үстіне қойды. Оның жүзінде баяғы мінсіз ханзаданың жылы, қамқор күлкісі ойнап тұр еді. Бұл күлкі жертөленің сұмдық атмосферасымен мүлдем үйлеспейтін, психологиялық тұрғыдан адамның миын ашытатын көрініс болатын. Қайырлы таң, жаным, деді Рүстем жұмсақ дауыспен. Сенің ұйқың тыныш болды ма? Мен саған арнайы таңғы ас дайындап әкелдім. Өзің жақсы көретіндей етіп пісірдім. Арайлым орнынан ұшып тұрып, қолына түскен жалғыз қаруын, тамақ әкелген алюминий тәрелкені алып, оған қарай лақтырды. Тәрелке қабырғаға соғылып, тамақ жерге шашылды. Неге бұлай істедің? Деп жанұшыра айқайлады Арайлым. Оның дауысы қарлығып, бүкіл денесі қалтырап тұрды. Мен саған не жаздым? Мені жібер. Мен ешкімге ештеңе айтпаймын. Өтінемін, Рүстем, бұл жаман қалжың деп айтшы. Сенің байлығың керек емес, тек мені жіберші. Рүстемнің жүзіндегі күлкі бір секундқа жоғалып, орнын мұздай салқындық басты.
Ол шашылған тамаққа қарады да, сосын көзін Арайлымға қадады. Оның жанарында адамдық сезімнің бір тамшысы да жоқ еді. Бұл жемтігімен ойнап тұрған жыртқыштың, ессіз психопаттың көзқарасы. Ол Арайлымға баяу жақындады. Арайлым шегініп, шынжыры қабырғаға тірелді. Рүстем оның жағынан қатты қысып ұстап өзіне тартты. Оның саусақтары темір қысқыштай батып кетті. Мені мұқият тыңда, Арайлым, деді ол сыбырлап, даусында ешқандай ашусыз, бірақ жан түршігерлік үреймен. Мен саған бұл әлемнің қаншалықты лас, қаншалықты қатыгез екенін айттым. Даладағы адамдар сатқын. Олар бір-бірін алдайды, көзіне шөп салады, тастап кетеді. Мен сені ол лас әлемнен құтқардым. Осы бөлме біздің таза, мінсіз әлеміміз. Мұнда сен ешқашан маған опасыздық жасай алмайсың. Сен тек менікі боласың. Мен сені қорғаймын. Арайлым оның көзінен жас парлап демігіп, бұл қорғау емес, бұл түрме ғой, деді жылап. Рүстем оның жағын жіберіп бетінен сүйді. Бұл сүйіс Арайлымның тұла бойын тітіркендіріп жіберді. Бұл түрме емес, бұл біздің ұямыз, деп Рүстем костюмін қағып есікке қарай беттеді. Енді менің ережелерімді жаттап ал. Бірінші ереже, маған ешқашан дауыс көтермеу. Екінші ереже, мен бөлмеге кіргенде маған күлімсіреп қуанып қарсы алу. Үшінші ереже, менің берген тамағымды тастамай жеу. Егер осы ережелерді бұзсаң, жарық өшеді. Ал сен қараңғылықты жек көретініңді білемін. Ол есікті жауып, сыртынан құлыптады. Арайлым қайтадан жалғыз қалды. Еденде шашылып жатқан етке қарап, ол тобығындағы шынжырды жұлып алғысы келгендей тартқылай бастады. Бірақ қалың болат шынжыр оның аяғын қанатып жіберді. Қабырғадағы хаттар. 5 әйелдің мұңы. Уақыт өте берді. Арайлым аштықтан бұратыла бастады. Ол жердегі етті алғысы келмеді, бірақ өмір сүру инстинкті өз дегенін істеп, ол суып қалған тамақты жеуге мәжбүр болды. Ол тамақтанып алған соң, суретшіге тән байқағыштығы оянып, бөлмені мұқият зерттей бастады. Ол осы бөлменің әрбір сантиметрін тексеруге кірісті. 16 шаршы метр. Сұр бетон. Темір төсек. Ол төсектің астына еңкейді. Сол кезде оның жүрегі қан жылады. Төсектің темір жақтауының артында, адам көзіне бірден түспейтін жерде, қабырғаға шегемен немесе өткір таспен тырналап жазылған жазулар бар екен. Арайлым жақындап шаң басқан жазуларды оқи бастады. Бұл оның алдында болған әйелдердің үмітсіздікке толы соңғы хаттары еді. Менің атым Гүлназ, 1. Мен мұнда 2018 жылдың мамырында түстім. Ол маған үйленемін деп алдады. Кімде-кім мұны оқыса, анама менің оны қатты жақсы көретінімді айтыңыздаршы. Ол мені өлтіреді. Мен Динарамын, ол психопат. Мен мұнда 200 күн болдым. Шынжыр менің аяғымды шіртіп жіберді. Жарық сөнгенде тышқандар келеді. Құдайым-ай, мені тезірек алшы. Арайлымның көз жасы тоқтамады. Ол жазуларды сипалап оқи берді. Гүлназ. Динара. Әлия. Сәния. 5-ші жазу ең анық және ең ұзағы еді. Оны Камила деген қыз жазыпты. 5. Камила, менің саған айтар жалғыз ақылым бар, сіңлім. Кім болсаң да, оған қарсыласпа. Ол сенің жылағаныңнан, қиналғаныңнан ләззат алады. Егер аман қалғың келсе, оның ойынын ойна. Ол сені сындырғысы келеді. Сен өзіңді сынғандай көрсет. Сонда ол саған көбірек еркіндік береді. Ол өте ақылды, бірақ оның да әлсіз жері бар, ол өзінің мінсіз екеніне сенеді. Соны пайдалан. Бұл сөздер Арайлымның санасында төңкеріс жасады. Камиланың жазуы оған суық сумен жуындырғандай әсер етті. Арайлым қабырғаға қарады. Әйел 6 деген қызыл жазу оған үкім емес, күрес тақтасындағы белгі сияқты көрінді. Ол осы 5 әйелдің қорқынышты тағдырын қайталамау керек. Егер ол айқайлай берсе, күшпен қарсыласса, Рүстем оны аштан қатырады, немесе өлтіреді. Оның жалғыз қаруы, оның миы мен суретшілік қиялы, актерлік шеберлігі. Ол Рүстемнің мінсіз, бағынышты қуыршағына айналуы керек. Оны алдау үшін, аман қалу үшін. Рахмет саған, Камила, деп сыбырлады Арайлым жазуды сипап. Ол көз жасын сүртіп, ішіндегі қорқынышты бір түйінге жинады.
Ол енді құрбан емес, ол аман қалу, выживание режиміне көшті. Сынған қуыршақтың рөлі, жертөледегі романтика. Келесі күні кешке Рүстем қайтадан қадамдарын сатырлатып түсіп келді. Есік ашылғанда ол Арайлымның тағы да ыдыс лақтырып айқайлағанын күткен еді. Оның жүзінде сол ләззат алуға дайындалған садистік күту бар болатын. Бірақ Арайлым айқайлаған жоқ. Ол төсектің шетінде басын төмен салып момақан болып отырды. Рүстем ішке кіргенде ол ақырын ғана басын көтеріп оның көзіне қарады. Оның жанарында қорқыныш емес, бағыну мен шарасыздық бардай көрінді. Бұл оның ойнаған рөлі еді. Кешір мені, Рүстем, деді Арайлым бәсең, әлсіз дауыспен. Мен кеше ақымақтық жасадым. Мен қатты қорықтым. Сен дұрыс айтасың. Сырттағы әлем қатыгез. Мен сенің ережелермен келісемін. Рүстем таңғалып тоқтап қалды. Ол мұншалықты тез бағынуды күтпеген еді. Оның көзінде күмән ұшқыны пайда болды, бірақ нарциссистік эгосы бұған сенгісі келді. Ол өз-өзімен оны бір күнде-ақ сындырдым, мен сондай құдіреттімін деп ойлады. Ол жақындап Арайлымның қасына отырды да оның шашынан сипады. Міне, ақылды қыз. Мен сенің басқалар сияқты ақымақ болмайтыныңды білдім. Ол бұрынғы әйелдерді меңзеді, менің махаббатымды түсінбеді. Сондықтан олар кетуге мәжбүр болды. Ал сен ерекшесің. Рүстем қолындағы үлкен қорапты ашты. Ішінде аппақ, жібектен тігілген әдемі кешкі көйлек бар екен. Бүгін біздің екінші күніміз. Мен саған тосын сый дайындадым. Мынаны ки. Мен 20 минуттан кейін келемін. Ол шығып кеткен соң, Арайлым дірілдеген қолдармен ескі сұр көйлекті шешіп, аппақ жібек көйлекті киді. Көйлек оған өте жарасымды еді, бірақ тобығындағы тат басқан ауыр шынжыр бұл көріністі жан түршігерлік, сұмдық сюрреализмге айналдырды. 20 минуттан кейін жертөлеге Рүстем кірді. Оның артында 2 дөңгелекті арба мен кішкентай мейрамхана үстелі, 2 орындық, жанып тұрған шамдар, свеча және қымбат тағамдар әкелінді. Рүстем бәрін жертөленің ортасына жайғастырды. Мұздай бетон қабырғалар, болат шынжыр, зындан және шам жарығымен романтикалық кешкі ас. Психопаттың бұрмаланған әлемі осындай еді. Рүстем Арайлымға орындық ұсынды. Шынжырның ұзындығы үстелге жетуге әрең мүмкіндік берді. Олар ас іше бастады. Рүстем классикалық музыка қосып қойған. Ол өзінің жұмысы, жаңадан жобалап жатқан ғимараттары туралы кәдімгі қалыпты адамша әңгімелей бастады. Ол өзін әлемдегі ең жақсы күйеу ретінде сезініп отырғандай. Ол Арайлымның аяғындағы шынжырды мүлдем көрмейтін сияқты еді. Ал сен неге үндемейсің, жаным? Тамақ ұнамады ма? Деп сұрады ол кенеттен көздері қатайып. Арайлым екінші ережені есіне түсірді, күлімсіреу. Ол өзінің ішіндегі жиіркенішті жасырып күшпен, бірақ мейлінше шынайы етіп жымиды. Жоқ, бәрі өте дәмді, Рүстем, тек менің сурет салғым келеді. Сен маған жұмақ сыйлаймын дедің ғой. Мен осы жерде сенің портретіңді салғым келеді. Маған қарындаш пен қағаз әкеліп бере аласың ба? Бұл Арайлымның алғашқы айласы еді. Оған өзін жынды болып кетпеу үшін ермек керек, және ең бастысы, оған өткір зат, қарындаш қажет болды. Рүстем бұл өтінішке қатты қуанды. Оның нарциссизмі оның портретін саламын деген сөзге еріп кетті. Әрине, жаным, ертең саған ең жақсы қағаздар мен қарындаштар әкеліп беремін. Сен менің жалғыз музамсың. Қараңғыдағы уәде. Кешкі ас аяқталған соң, Рүстем бәрін жинап алып кетті. Есік қайтадан жабылып, үлкен құлыптар сатырлады. Төбедегі шам сөніп, жертөлені тас түнек басты. Арайлым төсегіне жатып көрпеге оранды. Көз алдында жаңа ғана өткен сұмдық кешкі ас тұр. Ол Рүстемнің көздеріне қарап отырып, оның шынымен де өзінің істеп жатқан ісін қалыпты, тіпті махаббат деп есептейтінін түсінді. Рүстем садист қана емес, ол шын мәнінде психологиялық ауру еді. Ал мұндай адамдар ең қауіпті болып келеді, өйткені олардың логикасы жоқ. Ол тобығындағы темірді сипады. Мен мұнда өлмеймін, Гүлназ, мен мұнда өлмеймін, Динара, Камила. Мен оның ережесімен ойнаймын. Сосын оның өз ережесін өзіне қарсы қолданамын.
Қанша уақыт кетсе де, мен бұл жерден тірі шығамын деп сыбырлады Арайлым қараңғылыққа. Ол ертеңге дейін күш жинау үшін ұйықтауға тырысты. Бірақ түн ортасында жертөленің түкпірінен қандай да бір сыбдыр естілді. Еденмен бірдеңе жорғалап келе жатқандай. Арайлым демін ішіне тартып қатып қалды. Ол жалғыз емес еді. Жертөледе одан бөлек қараңғылықта өмір сүретін басқа да тұрғындар бар болатын. Және бұл күрес енді ғана басталған еді. Түнек пен үрейдің үні. Жертөледегі сарғыш шам тарс етіп сөнгенде бөлмені қою, адамды тұншықтыратын тас түнек басты. Бұл жай ғана түннің қараңғылығы емес, қолмен ұстауға болатындай ауыр, ешбір жарық сәулесі кірмейтін терең жер астының түнегі еді. Арайлым қатты темір төсекте жатып, жұқа көрпені тамағына дейін тартып алды. Тыныштықтың ауыр болғаны соншалық, ол өзінің жүрек соғысын және самайдағы қанның лүпілін анық естіп жатты. Кенет тыныштық бұзылды. Сытыр шиқ. Дыбыс бұрыштағы Арайлымның кеше истерикамен лақтырып жіберген тамақ қалдықтары жатқан жерден шықты. Бұл кішкентай ғана тышқанның емес, ірі тырнақтары бетонға естіліп тиетін егеу құйрықтардың кырса дыбысы еді. Арайлымның жаны мұрнының ұшына келді. Бір сәтте мұздай дымқыл бірдеңе оның төсектен салбырап тұрған жалаң аяғына тиіп кетті. Жабайы, хайуани қорқыныш оның тамағын буып, ішкі инстинкті бар даусымен айқайла. Жыла, аяғыңды серме деп айқайлап тұрды. Бірақ дәл осы сәтте оның көз алдына қабырғадағы Камиланың жазуы неон шамдай жарқ ете қалды. Қарсыласпа, ол сенің жылағаныңнан ләззат алады. Оның ойынын ойна. Егер ол қазір айқайласа, Рүстем жоғарыдан естіп төмен түсуі мүмкін. Ол Арайлымның сынған, қорқыныштан дірілдеген, әлсіз бейнесін көреді. Бұл оған нағыз садистік ләззат сыйлайды. Арайлым тістерін қайрап, ернін қанатқанша тістеді. Ол аяғындағы ауыр темір шынжырды сылдырлатпауға тырысып, ақырын ғана аяғын кеудесіне тартып, жиырылып жатып қалды. Ол үнсіздікті сақтап қалды. Қараңғыда ол егеу құйрықтардың қимылын тыңдай бастады. Олар үшеу немесе төртеу сияқты. Олар суып қалған етті жеп болған соң, бөлменің ең түкпіріне дәрет сындыратын темір шелектің артына қарай кетті. Суретшіге тән байқағыштықпен Арайлым бұл жағдайда суыққандылықпен анализдей бастады. Егеу құйрықтар жоқ жерден пайда болмайды. Олардың іні болу керек. Іргетастағы саңылау немесе кішкентай желдеткіш құбыры бар шығар. Демек, бұл бетон табы толығымен тұмшаланбаған. Кішкентай тиынның көлеміндей тесік болса да, бұл ауа кіретін, сыртқы әлеммен байланыстыратын жалғыз жол еді. Бұл жиіркенішті жануарлар оған алғашқы кішкентай үміт сәулесін сыйлағандай болды. Психопаттың портреті және музаның сыйы. Таңертең немесе Рүстемнің уақыты бойынша таңертең көз қарықтыратын шам қайта жанды. Бірнеше минуттан соң темір есіктің ауыр ысырмалары сатырлап ашылды. Ішке Рүстем кірді. Оның үстінде мінсіз үтіктелген костюм. Одан қымбат парфюмнің, жаңа қайнатылған кофенің және сыртқы таза ауаның, бостандықтың иісі аңқып тұрды. Бұл затсыққан ылғалды скрепте бостандықтың иісі нағыз мазақ сияқты сезілетін еді. Оның қолында қалың, кәсіби сурет салуға арналған қағаздар, түрлі жұмсақтықтағы қымбат қарындаштар жиынтығы және темір ұштағыш точилка бар екен. Қайырлы таң, махаббатым, деді ол барқыттай жұмсақ дауыспен заттарды кішкентай үстелдің үстіне қойып. Сен кеше өте ақылды болдың. Мен уәдемде тұрдым. Сенің жұмағың өнерге толы болуы керек. Менің кішкентай суретшім өзінің шедеврлерін осында жасайды. Арайлым екінші ережені есіне алды. Ол кіргенде күлімсіреп қарсы алу. Ол бет бұлшықеттерін зорлап, мейлінше момақан, ризашылыққа толы күлкіні жасап шығарды. Жерге қарап ақырын ғана жауап берді. Рахмет саған, Рүстем, сен сондай қамқорсың. Оның бұл бағынышты, тәуелді дауысы Рүстемнің эгосын сипағандай болды. Менің портретімді сал деп бұйырды ол. Бұл өтініш емес, бұйрық еді. Ол жалғыз орындыққа отырып, арқасын тіктеп, ежелгі ойшылдар немесе патшалар сияқты тәкаппар поза қабылдады. Төбедегі шам оның бетіне өткір көлеңкелер түсіріп тұрды. Арайлым қағаз бен қарындашты алды.
Оның қолдары сәл дірілдесе де, грифель қағазға тиген сәтте кәсіби бұлшықет мышечная память іске қосылды. Ол сурет сала бастады. Ол өзінің қинаушысын, өмірін тозаққа айналдырған адамды зерттей бастады. Архитектуралық тұрғыдан алғанда, Рүстемнің бет әлпеті мінсіз еді. Симметриялы сүйектер, тік мұрын, ерік жігері, мықты ие. Бірақ көздері. Суретшілер көз жанның айнасы деп жиі айтады. Арайлым оның көздерін салғанда ол жерден түпсіз бостықты көрді. Онда эмпатияның, жылулықтың ұшқыны да жоқ еді. Бұл акуланың немесе өлі тастың жанары болатын. Бірақ Арайлым басты нәрсені түсінді, аман қалу үшін ол ешқашан шындықты салмауы керек. Ол құбыжықтың бет бейнесін бейнелемеуі тиіс. Ол Рүстемнің өзін өзі қалай көретінін, оның эгосын салуы керек еді. Ол Рүстемнің өткір, қатыгез сызықтарын жұмсартып, жанарына ақылдылық пен ұлылық қоса бастады. Ол қылмыскерді емес, құтқарушыны салды. Құбыжықты емес, антикалық құдайды бейнеледі. 1 сағаттан соң ол аяқталған портретті Рүстемге ұсынды. Рүстем суретті алған сәтте қатып қалды. Ол суретке көзін алмай, бірнеше минут үнсіз қарап тұрды. Оның нарциссизмі бұл бейнені құрғақ жер суды сіңіргендей жұтып жатты. Ол өзін дәл өзі армандағандай мінсіз, құдіретті әміш ретінде көрді. Бұл ғажап деп сыбырлады ол. Сосын орнынан тұрып, Арайлымның жанына келді де, оның ұйпаланған шашынан сипат. Сен мені шынымен көре алады екенсің, Арайлым, алдыңғы әйелдер соқыр еді. Олар тек өздерінің жалған қорқыныштарын ғана көрді. Олар менің ұлылығымды түсінбеді. Ал сен менің нағыз мұзамсың. Өзінің нарциссистік экстазына, ләззатына, мас болған Рүстем қалтасынан кілтті шығарды. Ол еңкейіп, Арайлымның тобығындағы шынжырдың құлыбын ашты да, оны бірнеше буынға, звеноға ұзартып қайта құлыптады. Саған тағы жарты метр бостандық сыйлаймын, жаным деп жымиды ол. Арайлым қайтадан басын изеп, өзінің нағыз жеңісін осы момақан кейіптің артына жасырып қалды. Камила ханым, сіз қателеспепсіз. Сенің ең үлкен әлсіздігің, сенің менмендігің, Рүстем деп ойлады ол іштей. Темір ұштағыш, алғашқы қару. Рүстем кетіп, ауыр есіктер қайта жабылған соң, Арайлым үстел үстіндегі заттарды мұқият қарай бастады. Қағаз, қарындаштар және кішкентай металл ұштағыш, почилка. Ол ұштағышты қолына алды. Бұл жай ғана кеңсе тауары емес еді. Оның ішіндегі кішкентай, өткір жүзі, лезвиесі, өте кішкентай бұрандамен, винтик бекітілген. Егер ол осы бұранданы бұрап алса, қолында нағыз кескіш құрал болады. Иә, ол өте кішкентай, онымен адам өлтіру мүмкін емес шығар, бірақ ол құрал. Ал құрал бостандыққа апаратын алғашқы баспалдақ. Арайлым бөлменің ішінен бұрауыш, отвертка, қызметін атқара алатын зат іздей бастады. Ол темір төсектің бұрыштарын, шелектің ернеуін тексерді. Ақыры ол шынжырдың өзіне назар аударды. Шынжырдың кейбір буындарының шеті сәл өткірленіп қайырылып қалған екен. Ол металл ұштағышты сол өткір шетке қойып, бұранданы айналдыруға тырысты. 10 минут, 20 минут. Жарты сағаттық табандылықтан кейін кішкентай бұранда сырт етіп босады. Арайлымның алақанына ұзындығы 2 сантиметрлік тап-таза, өткір ұстараның жүзі лезвие түсті. Бұл оның құбыжыққа қарсы соғыстағы алғашқы нақты олжасы еді. Ол жүзді темір төсектің астындағы көрінбейтін қуысқа тығып қойды да, өзіне өзі серт берді. Мен 6 әйел емеспін. Мен сенің соңғы қателігімін, Рүстем. Өткеннің елестері, жертөледегі дәптер. Бірнеше апта өтті. Арайлым Рүстемнің мінсіз қуыршағы рөлін асқан шеберлікпен ойнауды жалғастырды. Ол Рүстемнің әкелген тамағын уақытында жеп, оның әңгімелерін сүйсіне тыңдап, оған арнап тағы бірнеше портрет салып берді. Рүстем оның көнгеніне толықтай сенді. Ол Арайлымға жаңа кітаптар, тіпті кішкентай радио әкеліп берді. Бірақ радио тек бір ғана классикалық музыканы. Бір күні түнде Арайлым төсегінің астындағы шаңды сүртіп, жаңағы егеу құйрықтар кіріп шығатын саңылауды зерттемекші болып жатты. Ол саңылау унитаз шелегінің артында, еден мен қабырғаның қиылысында орналасқан екен. Тесік өте кішкентай, тек адамның қолы сиятындай ғана. Арайлым қолын сол тесікке сұғып көрді. Арғы жағында бос кеңістік, құм мен шаң бар сияқты.
Кенет оның саусақтары суық бетонда жатқан қандай да бір төрт бұрышты жұмсақ затқа тиді. Ол затты ақырын тартып шығарды. Бұл шаң басқан, мұқабасы ылғалдан көгеріп кеткен ескі кішкентай қойын дәптер, блокнот еді. Арайлым дәптерді шамның жарығына келді. Оның алғашқы бетін ашқанда жүрегі зырқ ете түсті. Дәптердің бетінде қан араласқан кір қолмен жазылған сөздер бар еді. Егер бұл дәптерді біреу тапса, менің атым Камила, менің күндерім санаулы қалды. Ол менің суық тиіп ауырғанымды білгенде маған дәрі бермей қойды. Менің денем от болып жанып жатыр. Бірақ мен өлмес бұрын оның барлық құпияларын осы дәптерге жазып кетуге ант еттім. Оның үйінің жоспары, оның жұмыс кестесі. Және ең бастысы, бұл жертөледен шығатын басқа жол. Арайлымның демі ішіне тартылып қалды. Бұл жай ғана дәптер емес, бұл оған қалдырылған құтқару картасы еді. Камила өлер алдында өзінен кейінгі әйелге, яғни Арайлымға, қару қалдырып кеткен. Арайлым дәптердің келесі бетін аша бергенде, баспалдақтан Рүстемнің қадамдары естілді. Ол бүгін әдеттегі уақытынан ерте келген еді. Және оның қадамы жылдам сатырлап келе жатты. Ол ашулы сияқты. Арайлым жанталаса дәптерді төсектің астына, шүберектердің арасына тыға салды. Ол тез арада орындыққа отырып, алдына қағазды жайып, сурет салып жатқан адамның кейпіне ене қалды. Ауыр темір есік жұлқа ашылды. Рүстем ішке кіріп келді. Оның көздері қанталап, галстугы босап кеткен. Бетіндегі мінсіз маскасы түсіп, нағыз құбыжықтың агрессиясы ашық көрініп тұрды. Ол Арайлымға қарай жақындап, оның қолындағы қарындашын жұлып алды да қағазды жыртып тастады. «Сен не істеп отырсың?» деп ақырды ол, оның иығынан қатты қысып. «Мен саған сеніп жүрсем, сен мені алдамақшы болдың ба?» Арайлымның бойын үрей биледі. Ол дәптер туралы біліп қойды ма? Әлде төсек астындағы ұстара жүзін тапты ма? Бұл сұрақтың жауабы Арайлымның өмірі мен өлімін шешетін еді, қауіптің жүзіндегі ойын. Ауыр темір есік тарс етіп жабылып, Рүстем Арайлымның алдында тұрды. Оның тынысы жиілеп, кеудесі көтеріліп басылып жатты. Оның бетіндегі сыпайылық пен қамқорлықтың маскасы толығымен жыртылып, орнында тек агрессияға толы жабайы хайуанның бейнесі қалған еді. Арайлым төсектің астындағы жасырған ұстара жүзімен Камиланың күнделігін ойлап, жүрегі аузына тығылды. Егер ол қазір төсекті ақтарса, бәрі бітті. Ол Арайлымды аямайды. Ол Арайлымның иығынан мықтап ұстап жұлқып қалды. Оның қолында Арайлымның кеше салған пейзаж суреттерінің бірі бар еді. «Сен мұны не үшін салдың?» деп ақырды ол, суретті Арайлымның бетіне тақап. «Мен саған қағаз бен қарындашты осы үшін әкелдім бе?» Арайлым суретке қарады. Бұл жай ғана табиғат көрінісі еді, бөлменің іші, ал ортасында сырттағы орман мен күн сәулесі көрініп тұрған ашық терезе бейнеленген болатын. Арайлым бұл суретті бейсаналы түрде, бостандықты аңсағандықтан салған еді. Бірақ психопаттың бұрмаланған логикасында бұл сатқындық. «Сен сыртқы әлемді аңсап отырсың ба?» Рүстемнің дауысы дірілдеп кетті. Ол Арайлымды қабырғаға итеріп тастады. Арайлымның арқасы суық бетонға соғылды. «Мен сені лас әлемнен құтқардым. Мен саған жұмақ бердім. Ал сен әлі де сол жезөкше әлемге қашқын келеді екен ғой. Демек, сен де алдыңғылар сияқты алдамшысың». Арайлым уақыттың тығыз екенін, қазір бір ғана қате сөз өлімге әкелетінін түсінді. Камиланың оның эгосын пайдалан деген кеңесі миында жаңғырды. Ол актерлік шеберлігін іске қосып көзінен жас парлатып Рүстемнің аяғына жығылды. «Жоқ, Рүстем. Жоқ. Сен қате түсіндің. Өтінемін, тыңдашы мені», деп жылады Арайлым, оның дауысы шынайы қорқыныш пен шарасыздыққа толы еді. Ол Рүстемнің шалбарының балағынан ұстап алды. Рүстем тоқтап қалды. Ол төмен қарап: «Қате түсіндім. Мына ашық терезені ме?» Ол сыртқы әлемнің терезесі емес. Арайлым өксіп жылап жатып Рүстемнің көзіне қарады. Ол терезеден түсіп тұрған жарық. Ол сенсің. Мен бұл қараңғы бөлмеде отырып, есіктің ашылуын, сенің келуіңді күтемін. Сен менің жалғыз жарығымсың. Мен сенің келуіңді бейнелегім келген. Егер сен маған сенбесең, мені өлтіре салшы. Сенсіз маған бәрібір өмір жоқ.
Бұл сөздер Рүстемнің санасына дәл тиді. Нарцисс өзінің құрбанының оған толықтай тәуелді болғанынан, оны Құдай көретіннен асқан ләззат алмайтын еді. Оның бұлшық еттері босаңсып, көзіндегі жабайы агрессия бірте-бірте басылды. Ол терең дем алып, қолындағы жыртылған суретті жерге тастады. Рүстем тізе бүгіп, Арайлымның жасқа малынған бетін сүртті. Оның қимылдары күрт өзгеріп, қайтадан қамқор күйеуге айнала қалды. «Кешір мені, менің кішкентай құсым», деді ол Арайлымды құшақтап. Оның даусындағы бұл күрт өзгеріс Арайлымның төбе шашын тік тұрғызды. «Мен жай ғана сені жоғалтып алудан қорықтым. Мен сені қатты сүйемін. Мен сені ешкімге бермеймін. Мен тек сенікімін, Рүстем», деп сыбырлады Арайлым. Оның құшағында тұншығып бара жатса да, өзінің жиіркенішін жасырып қалуға тырысып. Ол Арайлымның маңдайынан сүйді де орнынан тұрды. «Мен жұмысқа кетуім керек. Бүгін маңызды келісім шарт бар. Мен кешке дейін болмаймын. Сен демал. Және бұдан былай терезелерді салма, жаратушым», деді ол есікке қарай беттеп. Темір есік жабылып, құлыптар сатырлады. Арайлым еденде жатқан күйі қалшылдап терең дем алды. Ол ажал аузынан аман қалды. Және ең бастысы, Рүстем төсектің астын тексерген жоқ. Күнделік пен ұстара аман қалды. Камиланың аманаты, күнделіктегі құпия. Рүстемнің көлігі ауладан шығып кеткенін, үстіңгі қабаттан бәсең гүрілі естілді. Анық сезген соң ғана Арайлым орнынан тұрып, төсектің астына еңкейді. Дірілдеген саусақтармен Камиланың көгерген дәптерін қайта суырып алды. Ол шамның астына барып асығыс оқи бастады. Дәптердің беттері ылғалдан сарғайып, кейбір сөздері қан мен көз жасына бұлаңғырланып кеткен. Бұл алдыңғы әйелдің 200 күндік тозағының шежіресі еді. 12 күн. Ол маған қызыл көйлек әкелді. Егер мен оны киюден бас тартсам, жарықты өшіріп тастайды. Мен қараңғылықтан қатты қорқамын. Ол мұны біледі. 45 күн. Мен қашуға тырыстым. Есіктің құлпын қасықпен ашпақ болдым. Ол байқап қалды. Ол мені ұрған жоқ, бірақ мені 3 күн сусыз қалдырды. Мен өз зәрімді ішуге мәжбүр болдым. Құдайым, мені кешір. Мен сындым. Арайлым көз жасын сүртіп келесі беттерді ақтарды. Оған психологиялық азаптар емес, нақты ақпарат керек. Ақыры, дәптердің орта шенінен ол өзіне керек бетті тапты. 110 күн. Мен оның жұмыс кестесін жаттап алдым. Ол сәулетші емес, ол үлкен құрылыс компаниясының иесі. Ол сейсенбі және бейсенбі күндері таңғы 8-де кетіп, кешкі 6-да ғана келеді. Оның үйінде қызметші жоқ, ол ешкімді кіргізбейді. Ол кеткенде үй толығымен бос қалады. Демек, Арайлымның аптасына 2 рет 10 сағатқа созылатын бос уақыты бар екен. Ол оқуын жалғастырды. 130 күн. Мен бұл жертөленің тарихын таптым. Бірде ол мас болып келіп мақтанды. Бұл үйді ол өзі жобалаған емес, бұл Кеңес одағы кезіндегі ескі әскери бункердің үстіне салынған үй екен. Ол осы бункерді сатып алып, үстіне коттедж тұрғызған. Ол, бұл жердің қабырғасы метрлік бетон, ешқандай дыбыс шықпайды деп күлді. Бірақ ол бір нәрсені ұмытқан. Ескі бункерлерде міндетті түрде авариялық желдеткіш шахтасы, вентиляция болады. Арайлымның жүрегі қатты соға бастады. Желдеткіш шахтасы. Демек, сыртқа шығатын жол бар. 150 күн. Мен оны таптым. Шахта дәретшелегі тұрған бұрыштағы қабырғаның артында. Рүстем жертөлені жөндегенде, сол ескі тесікті қалың бетонмен емес, жай ғана жұқа гипс цемент қоспасымен бітеп, үстінен сырлап тастаған. Ол жер қабырғаның қалған бөлігіне қарағанда жұқа. Мен оны қасықпен қашап көруге тырыстым. Бірақ мен тым әлсізбін. Менің тамағымнан қан кетіп қатты ауырып жатырмын. Ол маған дәрі бермейді. Менің күшім таусылды. Бұл дәптерді оқып отырған қыз. Егер сенде күш болса, сол қабырғаны бұз. Оның артында тар құбыр бар. Сол құбыр сені сыртқа, орманға алып шығады. Арайлым дәптерді жауып кеудесіне басты.
Камила бұл құпияны өз өмірімен төлеп оған қалдырып кеткен еді. Ол тез арада дәрет шелегі тұрған бұрышқа барды. Ол саусақтармен бетон қабырғаны қағып көрді. Тақ-тақ-тақ. Дыбыс тұңғиық, глухой. Ол сәл төменірек бұрышқа таман қақты. Дүң-дүң. Дыбыс өзгеше. Ол жердің іші қуыс екені анық білініп тұрды. Гипстің қалыңдығы бәлкім 5-10 сантиметр шығар, бірақ оны қолмен немесе қарындашпен тесу мүмкін емес. Камила қасықпен тесуге тырысып апталар бойы зардап шеккен. Арайлымға құрал керек. Қатты, темір құрал. Төсектен ұстара жүзін шығарып алды, бірақ ұстара гипсті тесуге жарамайды, ол тек кесуге арналған. Оған балға немесе қашау, зубило сияқты бірдеңе қажет. Ол темір төсекті қарап шықты. Төсектің бөлшектері дәнекерленген, заваренный, бұрап алатын ештеңе жоқ. Көзі дәрет шелегіне түсті. Шелектің тұтқасы қалың, иілген темір сым. Егер сол сымды шелектен жұлып алып, оны түзете алса, оны қашау ретінде пайдалануға болады. Ол шелектің тұтқасын ұстап, бар күшімен бұрап сындыруға тырысты. Бірақ темір қалың еді. Арайлымның саусақтары қызарып, терісі сыдырылды. Жоқ, бұлай болмайды деп күбірледі ол ентігіп. Оған иіндірек, рычаг керек. Ол шелекті төсектің темір аяғының астына қыстырып, тұтқаны бар денесінің салмағымен басты. Бірнеше минуттық арпалыстан кейін темір тұтқаның бір жағы сырт етіп сынып кетті. Оның қолында енді ұзындығы 20 сантиметрлік ұшылмектелген, қалың темір таяқша бар еді. Бұл оның бостандыққа жол салатын алтын кілті. Ол темірді суреті салынған қағаздардың астына тығып қойды. Енді тек күту керек. Оның жұмыс істейтін күндері сейсенбі және бейсенбі. Қуыршақтың биі, Рүстемнің бұрмаланған романтикасы. Арада 2 күн өтті. Рүстемнің романтикалық шабуылдары жиілей түсті. Ол Арайлымның толық бағынғанына рахаттанып, оны өзінің ойыншығы ретінде пайдалана бастады. Оның мақсаты зорлау емес еді. Психопаттар үшін физикалық байланыстан гөрі психологиялық бақылау маңыздырақ. Ол Арайлымның үрейін, шарасыздығын басқарудан ләззат алатын. Жұма күні кешке Рүстем қолына үлкен антикварлық музыкалық сандықша, музыкальная шкатулка ұстап кірді. Ол сандықшаны бұрап қосты. Жертөленің ішіне Вивальдидің классикалық, бірақ өте мұңды әуені тарай бастады. Тұр, жаным. Біз билейміз, деді Рүстем қолын созып. Арайлымның ішінен жиіркеніштің ашы запыраны көтерілді. Бірақ ол үнсіз орнынан тұрды. Ол Рүстемнің қолын ұстады. Рүстем оның белінен мықтап қысып қараңғы, дымқыл бөлменің ортасында вальс билей бастады. Арайлымның тобығындағы темір шынжыр әрбір қадам сайын бетон еденге сүйретіліп, сылдыр-сылдыр етіп, классикалық музыкамен бірге жан түршігерлік симфония құрады. Бұл көрініс Голливудтық хоррор фильмдерінен де қорқынышты еді. Рүстемнің көздері жұмылған. Ол өзін Еуропаның зәулім сарайында ханшайыммен билеп жүргендей сезінетін сияқты. Ол Арайлымның шашын иіскеп: «Сен қандай мінсізсің? Біз осылай мәңгілікке бірге боламыз. Сен ешқашан қартаймайсың, ешқашан көріксіз болмайсың, өйткені сені басқа ешкім көрмейді», деп сыбырлады. Арайлым оның иығына басын сүйіп билеп жүріп, оның белдігіне көзі түсті. Рүстемнің шалбарының белдігінде кішкентай былғары салпыншақ ілулі тұр. Оның ішінде негізгі есіктің кілттерінен бөлек кішкентай бүктелмелі перочинный пышақ бар екенін байқады. Ол пышақпен Рүстем кейде алма аршып жейтін немесе қарындаштарды ұштайтын. Бұл пышақ Арайлымға ауадай қажет. Арайлым музыканың ырғағымен сәл сүрініп кеткендей болып, Рүстемнің құшағына құлай жаздады. «Ой, кешір, аяғымдағы шынжыр ілініп қалды», деді ол кінәлі дауыспен, қолымен Рүстемнің беліне таянып. Дәл осы бірнеше секундтың ішінде оның епті саусақтары былғары салпыншақтың ілгегін ақтып, кішкентай пышақты суырып үлгерді де, оны өз көйлегінің жеңіне жасырды. Рүстем ештеңе байқамады. Ол Арайлымды қайтадан тіктеп ұстап: «Ештеңе етпейді, жаным. Мен саған жеңілірек шынжыр әкеліп беремін», деп күлді. Би аяқталған соң Рүстем шығып кетті. Есіктер жабылып, жарық сөнген бойда Арайлым терең дем алып, жеңіндегі кішкентай бүктелмелі пышақты шығарды. Енді оның қолында гипсті қашайтын темір таяқша, оны кесетін пышақ және бәрінен бұрын нақты жоспар бар еді.
қабырғадағы арпалыс, алғашқы үміт тесігі. Сейсенбі күні таңертең. Сағат 08:00. Жоғарыдағы есіктің тарс жабылғаны және көліктің мотор дауысы естілді. Рүстем жұмысқа кетті. Камиланың күнделігі бойынша ол кешкі 6-ға дейін оралмауы тиіс. Оның 10 сағат уақыты бар. Арайлым бірден орнынан тұрды. Ол төсектің артынан темір тұтқан мен пышақты алды. Дәрет шелегін шетке ысырып бұрыштағы қабырғаға отырды. Кеттік деп сыбырлады ол өзіне өзі. Ол темір тұтқаның үшкір жағымен қабырғаның гипсін ұра бастады. Тық, тық, тық. Дыбыс қатты шықпас үшін ол ұрған жеріне өзінің жұқа жемпірін, кофтасын төсеп соның сыртынан ұрды. Гипс қалың болғанымен кәдімгі бетон сияқты қатты емес еді. Жарты сағаттың ішінде кішкентай ойық пайда болды. Ол пышақпен сол ойықтың шеттерін кесіп кеңейте бастады. Арайлымның қолдары қанап, тырнақтары сынды. Ауада шаң мен гипстің ұнтағы қалықтап тамағын қырнады. Бірақ ол тоқтамады. Ол 2 сағат, 3 сағат бойы үздіксіз қазды. Аяғындағы шынжыр оның қимылын шектеп терісін қажап тастаса да, ол ауырсынуды сезбеді. Оның көз алдында тек бостандық, таза ауа тұрды. Сағат түскі 2-лер шамасында оның темір тұтқасы кенеттен гипстен өтіп, бос кеңістікке кіріп кетті. Арайлым тоқтап қалды. Ол гипстің сынықтарын қолымен жұлып алып тастады. Оның алдында, қабырғаның артында көлемі 40 сантиметр болатын, қараңғы, тот басқан ескі темір құбырдың желдеткіш шахтасының аузы ашылып тұрды. Құбырдың ішінен сыртқы әлемнің мұздай таза ауасы ызғып соқты. Және ең бастысы, бұл ауаның құрамында дымқыл топырақтың, жапырақтың иісі бар еді. Бұл құбыр шынымен де далаға, орманға шығатын жол болатын. Арайлым қуаныштан үнсіз жылап жіберді. Ол құбырға бетін тақап, таза ауаны ашкөздікпен жұтты. Мен шығамын. Мен бұл жерде өлмеймін. Бірақ қуануға әлі ерте еді. Құбырдың аузы өте тар. Ол тек адамның басымен иығы сиятындай ғана өлшемде екен. Ал Арайлымның аяғында ауыр темір шынжыр бар. Шынжыр оны қабырғаға байлап тұр, оның ұзындығы құбырдың ішіне кіруге жетпейді. Демек, қабырғаны тесу мәселенің жартысы ғана. Оған енді мына құлыпталған шынжырдан құтылудың жолын табу керек еді. Ал кілт Рүстемнің қалтасында. Ол сағатты білмесе де, ішкі тесігімен Рүстемнің қайтатын уақыты таяп қалғанын сезді. Ол тез арада қазған тесігін қайтадан бітеу керек. Ол гипс сынықтарын жинап, сумен араластырып, қағаз қалдықтарымен біріктіріп, қабырғадағы тесіктің бетін жауып, үстінен сұршаңды жағып,